Құрметті көрермендер, мені ата-анамның қандай ошақта, қандай мамандықпен айналысатыны қызықтырады. Соны зерттеп білу үшін мен бүгін анам Хантина Шолпан Төлесейіт қызының жұмыс орнына аттанамын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздерге уәде еткенімдей, анамның жұмысына да келіп жеттім. Жұмыс орны халыққа қызмет ету орталығы деп аталады. Ксения, пройдите, пожалуйста, к окну под номером 3. Сәлеметсіз анашым, қалыңыз қалай? Саламатсың ба? Қызым қайдан жүрсің? Мені сіздің қызметіңіз қызықтырады. Бүгінгі күнімді сіздің қызметіңізге арнағым келеді. Сосын базалық халық адамдарға жеке куәлік береміз. Жеке куәлік ол Қазақстан Республикасының Анам маған күнделікті жұмысында немен айналысатынын көрсетті. жеке куәлікті алып, Мен де өз қолғабысымды тигіздім. Анам Қазақстан Республикасы азаматтарының жеке басын куәландыратын құжаттар дайындайды, береді. Алып қою және жою жөніндегі қызметтер етеді. Жеке куәлік азаматтарға 16 жастан бастап және 10 жылға беріледі. Қандай құжаттар дайындау керек тізімімен таныстым. Суретке түсіруге үйрендім. Анамның қызметінің оңай еместігін түсіндім. Болашақта анам жұмыстан келгенде қуараға салып, астына шайдай, үйді жүйесін жүремін. Зерттеу жұмысы қорытындылай келе, достарыма да айтарым. Реті келгенде ата-аналарымның жұмыс орнымен, мамандығымен танысыңыздар. Мамандық таңдау өміріміздің бір үшін дұрыс қалау. Ендеше, қандай мамандық болмасын, қадірін білмейік. Анамның жұмысы әрі қиын, әрі қызықты екен. Сіздермен болған 5-ші сынып оқушысы Хантина Аида. Келесі кездескенше.